Сәлем достар, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз prepositions of time. Prepositions of time дегеніміз бұл бізде уақыт предлогтары. Бізде қазақ тілінде бұндай уақыт предлогтары жоқ, бірақ ағылшын тілінде және де орыс тілінде бар предлог деген. Орыс тілінде в, на, с дегендер, иә. Ал жаңа қазақ тілінде бізде көбінесе ол аяқ жағындағы окончание болады, яғни жалғау болады. Бізде ондай предлогтар жоқ. Сонымен prepositions of time уақыттың предлогтары бізде үшеу: in, on және де at. Осы үшеуі де бізде уақыттың предлогтары деп аталынады. Және де бұл предлогтарды орын предлогтарына да қолдануға болады, оны кейін үйрететін боламын. Бірінші уақытты айтқан кезде именно in деген предлогты біз таңертең деп айтқан кезде қолданамыз. In the morning, түстен кейін, afternoon, кешке, in the evening деп айтқан кезде біз қолданамыз. Summer, жазда деп айтқан кезде қолданамыз. Именно мезгілдерді айтамыз ғой, қыс, жаз, күз деп. Айларды айтқан кезде қолданамыз, мысалы, қаңтарда десек in January дейміз. Жылдарды айтқан кезде қолданамыз, мысалы, 2023 жылы десек in 2023 дейміз, мысалы. Жаңа жылда деп айтқан кезде қолданамыз in New Year. Мысалы, жаңа жыл деген New Year ғой, иә? Жаңа жылда деп on New Year деп айтуға болмайды. Обязательно in New Year деп айту керек. Мысалы, жаз деген бізде summer, жазда дегеніміз on summer или at summer емес, in summer болады. Жақсы ма? Келесі бізде on. On дегеніміз бұл бізде именно нелермен қолданылады, апталармен қолданылады. Мысалы, Monday деген дүйсенбі, дүйсенбі күні дегеніміз on Monday болады. Ал on Mondays дегеніміз әрбір дүйсенбі сайын деген сөз. Каждый понедельник дейді ғой, по понедельникам дейді ғой, солай. Келесі бізде мысалы January деген бізде айттым, иә, жаңа қаңтарда деп. Қаңтарда десек in January дейміз. Қаңтардың бірінде, қаңтардың екісінде, немесе қыркүйек айының үшінде деп айтатын болсақ, онда онды қолданамыз. Егер оның санын айтатын болсақ, мысалы, қаңтардың бірі дегеніміз, мысалы, 1st of January, қаңтардың бірі күні десек, on 1st of January. Бір деген one, first деген бірінші деген сөз. Келесі, мысалы, Christmas деген бізде Рождество. Рождество күнінде дейтін болсақ, on Christmas Day дейміз. Көбінесе осындай day деген сөздері бар ғой, соларға on қолданамыз. Holiday деген демалыс күндері, каникул, каникулда дегеніміз on holiday болады. Келесі at. Atты біз сағаттармен қолданамыз, уақыттармен. Мысалы, сағат 7 болса 7 o'clock, сағат 7-де дегеніміз at 7 o'clock. Midday деген күннің ортасы. Noon дегеніміз бұл бізде түс. Түс дегеніміз noon, түсте деген зат noon. Уже түстен кейін десек in the afternoon дейміз. Бірақ түсте десек at noon дейміз. Night деген түн, түнде деген at night. Midnight деген түннің ортасы, түннің ортасында деген at midnight. Christmas деген Рождество, Рождествода деген зат Christmas. Именно at Christmas, day деп айтатын болсаңыз, онда on Christmas day дейсіз. Просто Рождествода десеңіз at Christmas дейсіз. The weekend дегеніміз бұл бізде демалыс, holiday сияқты, бірақ holiday бұл кәдімгі каникул. The weekend дегеніміз бұл бізде week деген апта деген сөз, end деген соңы деген сөз, аптаның соңы. Яғни суббота, воскресенье күндерін, сенбі, жексенбі күндерін біз the weekend дейміз. Сенбі, жексенбі күндері десек as the weekend деп айтамыз. Мысалға қарайық, мысал қараңыздар. Жаз деген summer. Жазда дегеніміз in summer. Осы жердегі да деген қазақ тіліндегі in болады, in summer. Жексенбі деген Sunday, жексенбі күні дегеніміз on Sunday. Немесе жексенбіде деп айтамыз ғой, немесе жексенбі күні деп айтамыз. Без разницы, сол жерде күні немесе де дегеніміз on Sunday болады. Келесі, сағат 7 дегеніміз просто 7 o'clock, сағат 7-де дегеніміз at 7 o'clock болады. Енді сіздерге сұрақ, 8 ақпан деген мысалы 8th of February, 8 ақпанда дегеніміз ағылшын тілінде қалай болады, соны комментарийге жазып кетіңіздер. Және де English Сөйле Instagram парақшама кіретін болсаңыздар, осы әрбір өткен тақырыпқа күнделікті менде сториста тесттер болады. Және сіздерге сұрақ, келесі қандай тақырып түсінбей жүрсіздер, соны маған комментарийға жазып кетіңіздер, Алла қаласа түсіндіріп беремін осылай.